Адамның эссенциясы, экзистенциялық талдау. Түсінген адамға Барсисаның оқиғасы әсіресе 20 ғасырдың басында аса маңызды болған бір философияны арқалап тұр. Ол адамның болмысы дүние есігін өзгермейтін, пісіп жетілген дайын күйінде аша ма, әлде оның кім екені жүрегелі анықтала ма деген сұрақ. Бұл сұрақ бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін күн тәртібінен түспей қойды. Негізінде менің кім екенімді ешкім білмейді, оны өлгесін білесіңдер деген ойды 19 ғасырдың ортасында Сорен Кierkegaard айтқан. Оның бұл философиясы екінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында ғана өзекті болды. Не үшін? Себебі империализм дәуірінде асыл текті нәсіл деген концепция күшіне мінді. Ірі державалар отарына іліккен жұрттың бәрін автоматты түрде екінші сортты адам қатарына кіргізіп кете берді. Оның шырқау шегі 1933 жылы Германияда Гитлер билікке келгесін көрінді. Әбден есірген фашистер асыл тұқымды ари тайпасы деген концепция жасап шықты. Яғни ари тайпасында дүниеге келдің бе, онда сенің болмысың мәңгілікке анықталып қойған. Сен бақытты жансың, ал еврей болып туылдың ба, онда өмір сүруге хақың жоқ. Сен дүниеге келген күні қарғыс арқалап туғансың деп ұрандады. Бұл концепция бұқара халықтың миына сіңіп болған соң ешкім адам болмысын тергеп тексеріп әуре болмады. Бірін-бірі ари және еврей деп екі ауыз сөзбен тани берді. Концлагердегі күзетшілер де кімді газбен тұншықтырып, кімнің денесін пешке жағамыз деп басын қатырмады. Еврейсің бе деген бірақ сұрақ қойылды. Жауабы һәм нәтижесі белгілі. Адамды туа сала анықтап қою Платоннан қалған деп те айтылады. Ол мемлекет жайлы теориясын жасағанда қоғамды үшке бөлген. Ақылды адамдар ел басқарады. Жауынгерлер соғысады. Сауатсыз қарағалық егін егіп етік тігеді. Етікшінің баласы болып тудың ба, бұл сенде етікші боласың деген тағдырдың үкімі. Ата кәсібіңді жалғастырып, өз орныңды біл деді. Бұл теорияның әлсіздігі ескі заманда білінбегенмен 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қатты сезілді. Сорен Кierkegaard Гегельдің рационалды философиясын сынаған кезде адам болмысын бірінші орынға қойған. Адам ақылдың күшімен таппайтыны жоқ, бірақ болмыстың ішінде не болып, не қойып жатқанын айта алмайды. Мұны мынадай мысалмен түсіндіреміз. Ғалымдар суық ақылын пайдаланып, көзге көрінбес электрон мен протонның арасына кіріп кетеді. Керек десең атомды жарады. Телескопқа ілінбейтін қашықтықтағы жұлдыздарды ақылдың күшімен зерттей береді. Бірақ сөйте тұра, қойнында жатқан жан-жарының ішінде не болып, не қойып жатқанын біле алмайды. Менмін деген рационалист ғалымның әйелінің қалауын таба алмай, ақыры ажырасып тынатын осы. Себебі адам болмысы бұл дүниеге дайын формада келмейді.